Сәлеметсіздер ме? Мен Шамалған бекеті Жаңа Қазақ орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Ерденова Жансая. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жануарлардың зәр шығару жүйесінің құрылысы. Негізгі мақсатымыз омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың зәр шығару жүйесінің ерекшеліктерін білу. Жалпы жануарларда бөлінілер ағзадан бөліп шығарылып отырады. Бұл бөлінілерге бүйректе түзілетін зәр, бауырдан бөлінетін өт сөлі және тер арқылы шығарылатын тер бездерін айтамыз. Мысалы, қарапайым жануарлар жасыл пленада зәр шығару қызметін жиылғыш вакуоль атқарады. Бір жасушалы жануар жасыл пленада зиянды заттарды, артық су мөлшерлерін ағзадан шығарып отырады. Жалпақ құрттар мен кейбір омыртқасыздарда зәр шығару қызметін түтікшелер атқарады. Олар жұлдызшалы жасушамен өзара байланысқан өзектерден тұрады. Түтікшелер жұлдызшалы жасушадан басталып және саңылаудан аяқталады. Саңылау арқылы ең соңғы ақырғы өнім шығарылып отырады. Ал бұлттық құрттарда зәр шығару жүйесі басқаша типті. Олар түтікшелерден тұрады. Олар ұзын және иілген болып келетін әр сегментте орналасатын жұп түтікшелері, әр түтікшенің бір ұшы алдыңғы сегменттің дене қуысында орналасып, ал екінші ұшы артық заттарды ағзадан сыртқа шығарып отырады. Құрлықта тіршілік ететін жәндіктер мен өрмекшілердің зәр шығару жүйесі басқаша құрылымда. Олардың артық заттары мальпигий түтікшелері арқылы денеге қайтадан өтіп, онда су денеге қайта сіңіріледі, ал зәр анал тесік арқылы сыртқа шығарылады. Судың қайтадан сіңірілуі арқылы жәндіктер мен өрмекшілер суды денеден жоғалтуын төмендетеді. Омыртқалардың зәр шығару мүшесі бүйрек. Балықтың бүйрегі ұзын, ол дене қуысының артқы жағында қабырға мен тыныс алу мүшесі торсылдақ арасында орналасқан. Балықтарда қан бүйректегі қан тамырлар арқылы одан зиянды заттар бөлініп алынады. Амфибияларда, яғни қосмекенділерде бүйрек балықтарға қарағанда кішілеу болып келеді. Оларда зәр бүйректе түзіледі. Содан кейін несебағар арқылы қуықта жиналады. Ең соңында қуықта жиналған зәр клоака арқылы сыртқа шығарылады. Құстарда бүйрек жамбас сүйегінің ойысында тығыз жинақталған. Құстардағы ерекшелік оларда қуық болмайды. Зәр бірден клоака арқылы шығып отырады. Себебі құстарда зәр жиналатын болса, яғни қуықта жиналатын болса, құстарға ол артық салмақ болып, олардың ұшуы қиындай түседі. Сондықтан да құстарда қуық болмайды. Түзілген зәр бірден клоака арқылы сыртқа шығарылып отырады. Сүтқоректілерде бүйректің пішіні бұршақ тәрізді сопақша болып келеді. Сүтқоректілердің бүйрегі жақсы жұмыс істеу үшін оларға жоғарғы қан қысымы қажет. Жоғарғы қан қысымын артерия қан тамыры арқылы қамтамасыз етіп отырады. Қан бүйректе фильтрациядан өтеді және артық заттар несебағар арқылы қуыққа жиналады. Ең соңында зәр шығару каналдары арқылы сыртқа шығарылып отырады. Зәр шығару жүйесі әртүрлі болып келеді және әрқайсысы өзіндік ерекшеліктеріне байланысты маңызды қызмет атқарады. Енді келесі біздің орындайтын тапсырмамыз жануарлардың зәр шығару ерекшеліктерін салыстырамыз. Бұл жерде кестені екі бағанға бөлеміз. Бірінші бағанда омыртқалы және омыртқасыз жануарлар. Ал екінші бағанға, яғни осы аталған жануарлардың тұсына олардың зәр шығару жүйесінің ерекшеліктерін жазамыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.